Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңа дау арнасы. Мына жеті ауру мазалағанда апельсин қабығын қолданыңыз. Апельсин хош иісті әрі дәмді жеміс, сондай-ақ керемет емдік қасиеті бар. Әсіресе қабығының пайдасы орасан екен. Бүгін сіздерге апельсин қабығының көмегімен емделетін 7 түрлі ауруды айтамыз. Егер сізде де осы аурулар мазалап жүрген болса, онда апельсин қабығын дертіңізге дауа деп біліңіз. Апельсин қабығы А, Е, С және В тобындағы дәрумендердің қайнар көзі. Сонымен қатар кальций, темір, магний, натрий, калий, фосфор, селен, магний, мырыш, мыс секілді минералдарға бай. Дайындалу тәсілі. Алдымен ұрылмаған, қараймаған таза апельсинді таңдап алыңыз. Сосын жылы сабынды сумен жақсылап тазалаңыз. Артынан майлыққа қойып жақсылап құрғатыңыз. Енді апельсиннің қабығын мұқият аршып, таза майлыққа қойыңыз. Қабық әбден кепкен кезде орташа көлемде ұсақтап тураңыз немесе үккіштен өткізіңіз. Жөтелді емдейді. Тамағыңыз жыбырлап жөтеліп бастасаңыз, суықтап қалсаңыз немесе тұмау тигізсеңіз, онда апельсин қабығын ем ретінде қолданыңыз. 1 стакан қайнаған суға 2 ас қасық қабықты салып 5-7 минут тұндырыңыз. Сосын сүзіп алып, ішіңіз. Тіпті жататын бөлмеңізге апельсин қабығын қойсаңыз да керемет әсерін тигізеді. Бауырды тазалайды. Апельсин қабығындағы эфир майы бауырды артық заттан тазартып, иммунитетті нығайтады, әрі жүйке жүйесін тыныштандырады. Сонымен қатар ұйқысыздық ауруына шалдыққандарға, стресс алғандарға ұйқыға жатар алдында 1 стакан апельсин қабығынан дайындалған шай ішуге кеңес береміз. Қызуды түсіреді. Дене қызуы кенеттен көтеріліп кететін кездер болады. Сол кезде қызу түсіретін дәрі таппай сан соғып қаламыз. Ендеше дәрі іздеп шабылғанша апельсин қабығының тұнбасын ішіп қызуды түсіріңіз. Ол үшін 1 стакан жылы ыстық суға 2 тілік апельсинді салыңыз. 40-45 минут тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған сусынды ішесіз. Емді әр 1,5-2 сағат сайын қайталасаңыз, қызу тез түседі. Ағзадағы инфекция мен қажетсіз бактерия өледі. Бастысы ағза әлсіремей, керісінше күш-қуат алады. Тісті ағартады. Апельсин қабығының ішкі жағымен тіс эмалін сүртсеңіз, бетіндегі қара-сары дақтарын тазартады. Тістің сыртқы қабатын жақсартып, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Емді күніне 2-3 реттен қайталап тұру керек. Қабықпен 5 минуттай сүрткен соң, артынан жылы сумен ауыз қуысын шайыңыз. Семіздікпен күреседі. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық қабықты салып, қақпағын мықтап жабасыз. 10 минуттай тұндырылған соң сусынды сүзіп алыңыз. Егер дәмі ашылау болса, 1 шай қасық бал қосуға болады. Егер осы тұнбаны күніне 2 стаканнан ішсеңіз, ішті жақсы жүргізіп, артық салмақтан арылуға септігін тигізеді. Жүрек ауруынан сақтайды. Егер сіз апельсин қабығынан дайындалған шайды үзбей ішетін болсаңыз, жүрек ауруынан сақтанасыз. Оның құрамындағы пектин қан қысымын қалыпты ұстауға, қандағы холестерин деңгейін реттеуге, қан тамырларын тазалауға ықпал етеді. Ішектің жұмысын жақсартады. Апельсин қабығының құрамындағы эфир майы мен пектин ас қорыту жолдарын, асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Іш қатуды емдеп, қыжылды болдырмайды. Асқазаныңыз тамақты жеңіл әрі тез қорытсын десеңіз, күніне 3 рет бірнеше жұтым апельсин қабығының тұнбасын ішіңіз. Апельсин таптырмайтын жеміс емес. Өзі дәмді, хош иісті әрі емдік қасиеті орасан жемісті үзбей жеуге тырысыңыз. Жоғарыда аталған аурудың алдын алудан бөлек, ағзаны С дәруменімен байытасыз. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.